Бұл АБКДС вакцинасы, балалардың басты қорғаушысы. Бір өзі 6 бірдей инфекциядан сақтайды. АБКДС жоғары әсеріне қарамастан, оның айналасында түрлі аңыз өріп жүр. Сондықтан оның шын мәнінде қалай жұмыс істейтініне тоқталып өтейік. Оны 1949 жылы ойлап тапқан, бірақ содан бері жетілдіріліп келді. Бүгінде Қазақстанда европалық вакцина қолданылады. Оның атауындағы Б әрпі құрамында жасушасыз көкжөтел компоненті ғана бар екенін білдіреді. Ал бұл болса, неврологиялық ауруы бар балалардың өзіне қауіпсіз әрі нәтижелі деген сөз. АБКДС 6 инфекциядан қорғайтын болса да, иммунитетке еш зиянын тигізбейді. Әрі балалардың азырақ екпе алуына мүмкіндік береді. АБКДС-ті 2, 3, 4 және 18 айлықта салады. Өзге де екпелер секілді дене қызуын көтеріп, еккен жерді ауыртып, немесе жалпы әсер етуі мүмкін. Бастысы, АБКДС бар кезде балаларымыздың маңына ешқандай қауіпті инфекция жолай алмайтынын есте ұстасақ жеткілікті.